Ассалаумағалейкум, қадірлі ағайындар. Біз айтқалы отырған әңгіме белгілі ақын жырау Мамырбай Дәулетов ағаның әңгімесінен. Бұл сонау Ұлы Отан соғысынан кейінгі 49-50 жылдардағы ауыр кезеңдерде болған оқиға. Менің анамнан естіген әңгімем дейді ағамыз. 49-50 жылдарда соғыстан кейінгі кезеңде менің нағашы атам Махан мен нағашы әжем Шәкен колхоздың қойын баққан екен дейді. Менің анам 15 жастағы қыз, менің нағашы атам Махан кішілікке алған әйгілі Жиенбай жыраудың қызы Алқыма шешеміз сол кезде 20-дағы жас кез екен. Содан бұл кісілер көк шыққан кезде малды жайлауға апарып отыратыны белгілі. Сол кезде менің нағашы әжем Шәкен елде қалып, нағашы атам Махан мен кішілікке алған Алқыма шешеміз және де менің шешем Жамал малды сырдан бұл кісілер Қарағым деген жерге қарай айдаған екен. Содан сол жерде Шақшақ деген жерге барып отырған екен жаздай. Қазанның орта тұсында малды қайтып сырға қарай апарып тапсырамыз, сендер мына заттарға еге бола тұрыңдар деп тағы бір үй бар екен. Сол үйдің де заттарының барлығын тастап кеткен екен нағашы атамыз. Қос уыс тары тастап кетті дейді. Содан нағашы атамыз жолда бір күн түнеп, сол кезде қасқыр шауып 20-30 қойды шығын қылып кеткен екен. Енді ол заманда 20-30 қойды шығын қылу деген ол үлкен шаруа дейді. Содан нағашы атамызды қамап тастайды. 2-3 күн жатқаннан кейін нағашы атам жалынады ғой, енді менің кінәм жоқ, енді қасқыр шапты, қарамайды ғой ол кезде. Негізі бұлай қазіргі сау ақылмен қарайтын болсақ, шыныменен ол кісінің кінәсі жоқ. Енді әдейі берген жоқ қой енді. Содан жарайды, енді мен өз мойныма алам, бірақ ана жақта 2 бейбақ қалды ғой, олардың азық түлігі жоқ, соларды елге қарай жеткізіңдер деген кезде сонда колхоз басшысы: ой оңбаған, мынаның айтып тұрған сөзін қара, ей сен үкіметтің малын қырғаныңмен қылмай ана жақта 2 адам қалып қойды деп отқаның несі? Олар немене үкіметтің малынан артық бет деп кісі жібермей қойды дейді. Содан қош, нағашы атамыз қамауда жатады. 2-3 күнде келеміз деген нағашы атамыз жоқ. 5 күн өтеді, 6 күн өтеді, 7 күн өтеді, жоқ келеміз дегеніз. Маңайда үркіп өскен сексеуілдер бар, сол сексеуілдер жинап әкелеміз дейді. Содан кигіз үйдің маңдайшасына дейін крестеп өріп тастаймыз, айналаның барлығына тастап. Содан ортада ошақ бар, ошақта от жанып тұрады, қазан бар, қазанға суды толтырып құямыз дейді. Бастапқыда тарыны уыстап жейтін едік, кейін түйірлеп жейтін болдық дейді. Етекте бұлақ бар, бұлаққа барып су аламыз дейді. Босы тұстардың барлығын толтырып аламыз. Содан біреміз бұлаққа түсеміз, біреміз төбеде қаламыз, бір-бірімізге қиқулап тұрамыз. Сол кезде сұраймын ғой дейді, енді екеуіңіз неге бірге түспейсіздер деп. Сол кезде жоқ, ана жерде бас есектің басындай болып қасқыр аңдып отырады бізді. Үлкен болады ғой қасқыр. Төмен қарай түссек бізді кері шығармай топырақ шашады деп. Мен бұны әкемнен де естейтін ем дейді. Қасқыр деген адамды бірден бас салып жемейді екен, алдымен айбат шегеді екен. Айналаның барлығын шаң топырақ қылады екен де, түк көрінбей қалған кезде секіріп тамақтан ұрып жібереді екен ғой. Содан бір-бірімізге қиқулап тұрамыз, бірде маған қарайды, бірде Алқыма шешеме қарайды. Сөйтіп тұрған кезде суды тасып аламыз дейді. Ол Шақшақ деген жерде өзі ертеден өзі мың-мыңдап өз жерде марал өреді екен. Оның артынан мың-мыңдап қасқыр өреді екен. Содан кейін ол жердің өзінің жергілікті қасқырлары бар екен. Ал сол жергілікті қасқырлардың аңдығаны біз дейді. Түздің тағысы өте айлакер, ана үйде ер азаматтың жоқтығын қару қылатын бірден сезген. Ымырт үйірілгеннен бастап ол үйді дейді тура дауыстар деген сұсты, бір-бірімізді қорқып құшақтап алып жылаймыз, түнімен ұйқы бермейді дейді. Содан не керек, арада 15 күн өтті. Жоқ дейді. Бір күні күндіз отыр едік кигіз үйдің ішінде, отымызды жағып, сол кезде анық құлағым естіді, қаю деген дауыс шықты дейді. Сол кезде Алқыма шешем бойшаң кісі еді дейді. Таңдайынан сөйлейтін дейді. Енді әйгілі Жиенбай жыраудың қызы
Ол кісінің өзі диапазонында кең тұғын дейді. Соны таңдайынан сөйлейтін еді дейді. Сол Жамал-ай деп жылап жіберді дейді. Содан күйік үйдің есігін ашып жүгіріп берді дейді. Ол кісі мен екінші төбеге жетем дегенше артынан мен де тұра жүгірдім. Екінші төбеге жетем дегенше ол кісі үшінші төбенің басына шықты дейді. Артқа қарасақ қозғалып қойыпты дейді. Енді өтсек болды, артқа қарай кейін қарай қасқыр өткізбейді, жолдың барлығын жауып тастайды деп. Содан алқыма қайт деп айғалап кигіз үйге келіп екеуміз құладық дейді. Сөйтсе бұл кісілер киіктің дауысы болып алданып қалған екен. Бұл киіктің дауысы адамның даусына қатты ұқсайды екен дейді. Бұны Мамыр ағаның өзі де айтады. Мен 2005 жылы бала шағаммен Алматыда бір зоопаркке барып, сол кезде бір қап-қара аюды тамашалап тұрған кезде ту сыртымнан ағаштардың арасынан қию деген дауыс естілді. Соны жаңа дыбыс шыққан жаққа қарай барсам, әр жағында қоршаудың ішінде киіктер жайылып жүр екен дейді. Солар қию деп 3-4 рет айғайлады. Сол кезде менің бала күнімде осы анамнан естіген осы шақ-шақ әңгімесі есіме түсті дейді. Сол кездегі маралдар осы екен ғой деп. Содан қош бұл кісілер киік болып алданып қалады. 16 күн өтеді, 17 күн өтеді, жоқ. Әйтеуір содан Қарашаның қарына да іліктік дейді. Қарашаның қарына іліккеннен кейін бізге аса қатты қиын болған жоқ. Етекке түспейміз бұлаққа. Ол кездерде Қарағұмға қар қалың түсетін еді ғой дейді. Іргедегі қардың суын алып ертіп, қазанға апарып толтырып, соны жібітіп, ертіп, соны ше бастадық. Содан бір күні отыр едік дейді. Бұл жолы ұлудың түрі басқа болды дейді. Қасқыр деген өзі ымырт үйірілген кезде ұлуйтын еді, бір күні ұлудың түрі басқаша шықты дейді. Бұл шамамен мынау 5-нен кейін 2-нің уақытында ұлуды дейді. Сол ұлығаннан бастап ымырт үйіріліп кеткенге дейін ұлуды. Сол күні жейміз деп сірә бұлар ақылдасқан ау дейді. Айналаның барлығын қоршап алыптағы қазды дейді. Содан әйтеуір абырой болған кезде анау біздің күндіз жаққан отымызбен анау түндікте қар еріп жиек-жиектің барлығына мұз боп, том боп қатқан екен. Ана тырнақтары ала алмаған. Сөйтіп тұрған кезде бір қасқыр түндікке қарай секірді дейді. Тырнағы ілінбей қалды, сырғып артқа қарай құлады дейді. Сол кезде ақтық сәт өмір үшін күрес басталды дейді. Енді бір секірсе ішке қарай түседі, ол бір секіргенде өлшеп кетті дейді. Өлшеп кетті. Енді бір секіргеннен кейін болды. Жаны қысылып ішке қарай түскеннен кейін екеуінде жарады ғой дейді. Сол кезде ақтық сәт өмір үшін күрес басталды. Шыңғырып, шала жанып атқан оттарды алып көсеумен лақтыра бердік дейді. Содан не керек, біздің отымызда таусылған, қасқырда басылған, екеуміз екі шетке сұлап құлағанбыз. Таңертең есікті ашсақ, маңайдың барлығы қасқырдың іздері таптап тастаған. Біздің кешегі лақтырған шалалар бір-бірімізді құшақтап өкіріп жыладық дейді. Содан қош күнделікті тірлік, сыртқа жығамыз, сексеуілдерді жинаймыз дейді, отын жинап, соларды әкеп толтырып қоямыз дейді. Арасында әңгімелесеміз дейді. Сол кезде менің анам Жамал сұрайтын көрінеді алқыма шешемізден. Мен нағашы атам махан кішілік алған кісі ғой. Апатай дейді, менің әкем кәрі адам, үлкен кісі ғой, оған неге шықтыңыз дейді. Сол кезде біздің аналардың мықтылығы. Айналайын Еркежан, біз қазір еркек таңдайтын заманда өмір сүріп жатқан жоқ. Біз еркек таңдайтын болсақ, қазақ ұлты өшіп қалады. Онсыз да шойылып бара жатқан қазақ одан сайын жоқ болып кетеді. Ол кейінгі қазақ қыздарының, ол сендердің маңдайларыңа бұйыратын шығар кейін жігіт таңдау деген. Бірақ бізге ондай бақыт бұйырған жоқ деп айтты дейді. Сол кездегі біздің аналардың жүрегінде сол ұлтты сақтап қалу деген әр ананың ойында жүрген екен сол кезде дейді. Содан не керек, арада 21 күн өтті дейді. 21-ші күні отыр едік. Қию деген дауыс шықты дейді. Түстің уақыты үндеген жоқпын дейді. Екінші рет тағы шықты дейді. Қию деп үндеген жоқ. Үшінші рет жақындап келіп қию деген кезде алқыма шешеміз Жамал-ай деп жылап жіберді. Сөйтсе
Алқыма шешеміз де естіп отыр екен дейді. Өткендегі тағы да киік болып алданамыз ғой, осы Жамал жылатпай ақ қойыш десе, менің анам керісінше алқыма шешемді жылатпай ақ қойыш деп екеуі бір-бірін алдап отыр екен ғой. Содан киіз үйді ашып қарасаң, алыстан бірінің артына бірін 10 шақты түйені байлап, шөкімдей боп аттың үстінде біздің ауылдың жүсіпбек деген ақсақалы келе жатыр екен. Соны тұра жүгірдік дейді. Алдынан барып отырағап бізге пітті-піттейден тамақ беріп жатыр дейді. Енді дорбасын ашып, аш өзекке тиік қалмасын деп неше күннен аш, ұйқымыз шала, сөйтіп тұрған кезде сақалынан жас тамшылап тұрып айтты дейді, айналайын құлындарым ау, мен де жасым келгені болмаса адаммын ғой, сендердің сүйектеріңнің кеміріліп жатқанын көру маған оңай емес, мен әуелі өзімді тоқтатып алайын деп келе жатыр ем. Бір айғаладым шыққан жоқсыңдар, 2 айғаладым шыққан жоқсыңдар, болды, бұларды қасқыр жеп қойды ғой деп. Сонда да үмітсіз шайтан тағы бір соңғы рет айғалайыншы деп өзімді толық өз-өзіме келіп алайыншы деп айғаладым. Сол кезде шықтыңдар ғой деп бізді құшақтап жылады дейді. Сол кезде қалтасынан ақ шүберек алып шықты дейді. Айналайын қызым деп айтты дейді менің анам Жамалға. Мына шүберектігін бер жібергенін білесің ба құлыным? Мұны сенің анаң Шәкен бер жіберді деп айтты дейді. Айналайын Жүсеке, көнекөздерден естуіміз бойынша қасқыр адамның алақаны мен табанын жемейді екен, улы болады екен. Ана 2 бейбақтың алақаны мен табанын тапсаң, осыған орап әкел, өз қолымызбен арулап көмейік деп айтты дейді. Сендерді тірі қалды деген ой ешкімде жоқ. Елдегілердің барлығы сендерді өлдіге санап отыр деп. Содан киіз үйдің жабдықтарын барлығын түйенің үстіне салып, бірінші түйенің үстіне қоршау жасап, біз сол қоршауға салып алды. Содан кеттік дейді. Содан соңғы төбеге шықтық, ауыл көрінді. Сол кезде неге үйттім екен, сол кезде анамның жүрегін неге аямағам деп отырады дейді анамыз. Сол кезде алқыма шешемізге тығыл деп тығылып қалған екен. Балалығым ба білмеймін ғой дейді. Кейін төбенің астына келген кезде, барып басымыз шығарған кезде, сол кезде Шәкен әжеміздің ең алғаш айтқан сөзі Алла, 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 шүкір, шүкір деп жылап қоя берді дейді. Ал енді осы бір тұста айрықша айтып өтетін 3-4 нәрсе бар дейді. Мен жұмыс жасайтын жерде үлкен бір көпір бар. Сол жерден бір қыз секіріп қайтыс болып кетті дейді. Ұзын хабардан естуіміз бойынша жігіті хабарласпай қойған екен, сөйтіп өз-өзін мерт қылған екен дейді. Сонда өмірдің осыншалықты арзандап кеткеніне таңғалам. Менің аналарым сол кезде соның жасында еді ғой. Сол кісілер өмір үшін арпалысты 21 күн бойы иесіз ең далада қасқырмен айқасты. Ішерге тамақ жоқ, түк жоқ. Сол кезде өмірді құрметтеді ғой бұл кісілер. Өмірді қалай бағалаған? Қасқыр түндікке секіргеннің өзінде берілген жоқ қой. Сонда өмір осыншалықты арзандап кеткен ба, адамдар қалай өзгеріп кеткен деп таңғалам дейді. Ал енді Шәкен әжемнің тірлігін қараңыз дейді. Енді анадай тұстан түйе көрінді. Түйе көрінгеннен кейін қоршау көрінді. Қоршаудың ішінде адам болса, оның басы көріну керек, басы жоқ. Демек не болған? Сенің балаңды қасқыр жеп қойған деген сөз. Енді неге аңырап жыламайды дейді. Жоқ, иманның беріктігі. Анық Жүсекеңнің өзінің аузынан естейін, әлде қалай жағдай болған шығар деп тұр ғой дейді. Не деген иманның беріктігі? Мынау бүтін бір мүмін мұсылманның бойынан көретін қасиетті мен сол Шәкен әжемнің бойынан көрем дейді. Бұл жерде тақуалық жатыр. Бұл жерде батырлық жатыр. Бұл жерде сабырлық жатыр дейді. Ал енді 20-дағы сол кездегі алқыма шешемнің айтып отырған әңгімесі шалғанеге тидің десе, біз еркек таңдайтын заманда өмірге келген жоқпыз дейді. Біз еркек таңдайтын болсақ, ұлттың саны жоғалып кетеді. Қазақ ұлты өшеді дейді. 20-дағы қой бағып жүрген қыздың әңгімесі мынау. Не деген ұлтжандылық?
Ал енді колхоз басшысының сөзі анау. Аны жақта 2 адам қалып қойды десе, олар немене? Өкіметтің малынан артық бет дейді. Ал енді 20 күн өткеннен кейін Жүсіпбек ақсақалды жіберген кезде ана жақта адам қалып қойды деп емес, өкіметтің заты қалып қойды. Соны алып кел деп жіберген кезде орта жолдан менің нағашы әжем, Шәкен әжем шүберек қыстырып жіберіп тұр ғой дейді. Сол кезде мен таңғалам. Бұл кеңестік дәуірде адамның құны болмаған екен ғой дейді. Менің нағашы атам Махам менен нағашы әжем Шәкен мен нағашы атам кішілікке алған әйгілі Жиенбай жыраудың қызы Алқыма шешемізбен менің Жамал анамның басынан өткен сонау Ұлы Отан соғысынан кейінгі ауыр кезеңдегі оқиға осындай еді дейді. Ел аман, жұрт тыныш болсын қадірлі әлеумет. Әңгіме ұнап жатса каналға жазылып, лайк басып, пікір қалдыра кетуді ұмытпайық.